Мысырдан шығу 28-ші тарау. Бүкіл Исраиль үрімбұтағының арасынан менің діни қызметкерлерім болу үшін ағаң Харонды, ұлдары Надаб, Абиху, Елазар, Этамармен бірге қасыңа шақырып алдырды. Қадір құрметпен сән салтанат көрсету үшін ағаң Харонға арнайы киімдер тіккіз. Харонның менің қызметіме бағышталып тағайындалу рәсімі кезінде киетін сол киімдерін дайындау жайында өзім ерекше дарынға кенелткен барлық парасатты адамдарға нұсқау бер. Олар жасап дайындауға тиіс киімдер мыналар: төс қалта, жеңсіз сырт киім, сырт көйлек, бедерленіп тоқылған ұзын көйлек, сәлде және жалпақ белбеу. Маған діни қызмет көрсетулер үшін ағаң Харон мен оның ұлдарына арнап шеберлер осы киімдерді дайындасын. Сол үшін алтын талшықтар, әрі қою күлгін, күрең қызыл, алқызыл жүн және жіңішке зығыр жіптер қолданылсын. Шеберлер жеңсіз сырт киімді алтын талшықтардан, әрі қою күлгін, күрең қызыл, алқызыл жүн және жіңішке зығыр жіптерден кестелеп тоқып дайындасын. Сырт киімнің алдыңғы, артқы бөліктерінің жоғарғы жақтарын бір-бірімен байланыстырып тұратын екі иық жапсырмасы болсын. Сырт киімді байлап тұратын белбеу де дәл сол сияқты алтын талшықтармен, әрі қою күлгін, күрең қызыл, алқызыл жүн және жіңішке зығыр жіптерден кестеленіп тоқылсын. Екі оникс тасын алып, олардың бетіне Исраильдің 12 ұлының аттарын туу реттеріне сай, алтауын бір тасқа, қалған алтауын келесісіне ойып жаздырды. Осылай тастан ойып мөр жасайтын зергер мәнерімен Исраильдің руларының аттарын екі оникс тасқа ойып жаздыртқаннан кейін, оларды әшекейлі алтын жиектемелерге қондырғызып, сырт киімнің иық жапсырмаларына бекіттір. Сол екі тас Исраильдің үрімбұтағының естелігі. Харон өзінің діни қызметін атқарғанда, жаратқан иенің оларды рақым етіп таңдап алғанын есіне салып отыру үшін, рулардың аттарын ұдайы екі иығында алып жүретін болсын. Әшекейлеп екі алтын шығыршық жасады. Саф алтын талшықтардан арқан сияқты екі бау ширата өргізіп, шығыршықтарға бекіттірді. Құдайдың еркін білуге көмекші құрал болатын кеуде қалта жасалсын. Ол да жеңсіз сырт киім сияқты алтын талшықтардан, әрі қою күлгін, күрең қызыл, алқызыл жүн және жіңішке зығыр жіптерден кестеленіп тоқылсын. Қалта ені мен көлденеңі бір қарыстан 4 бұрышты 2 қабат етіп дайындалсын. Оған асыл тастар 4 қатарға тізіле қадалсын. Бірінші қатарға рубин, топаз, изумруд, екіншісіне лағыл, сапфир, алмас, үшіншісіне жақұт, жүзақ, аметист, ал 4-ші қатарға зүбәржат, оникс, яспис тастарын алтын жиектемелерге безендіріп қондырғыз. Асыл тастардың саны 12 болсын. Исраильдің әрбір ұлы үшін бір тастан. Осылай әр тасқа Исраильдің бір руының аты мөр жасайтын зергер мәнерімен ойылып жазылсын. Кеуде қалта үшін саф алтын талшықтардан арқан тәрізді ширатып, 2 шынжыр бау өргізгеннен кейін, 2 алтын шығыршық жасатып, оларды қалтаның жоғарғы 2 бұрышына бекіттір. Өрілген 2 алтын шынжыр бау қалтаның жоғарғы 2 бұрышындағы алтын шығыршықтардан өткізілсін. 2 баудың қалған ұштары 2 жиектемеге бекітілсін. Сонда олар иық жапсырмаларымен алдыңғы жақтан байланысады. Тағы 2 алтын шығыршық жасатып, оларды қалтаның төменгі 2 бұрышына, оның сырт киімге қараған астыңғы жағынан бекіттірді. Осындай басқа да 2 алтын шығыршық жасады. Олар сырт киімнің алдыңғы жағында, оның артқы, алдыңғы бөліктерінің түйіскен жеріне таман, қолтықтың астынан, белбеудің үстінен бекітілсін. Бұл шығыршықтар қою күлгін баулар арқылы
қалтаның төменгі жағындағы шығыршықтармен байланыстырылсын. Сонда кеуде қалта өз орнынан қозғалмай, белбеудің үстіңгі жағында берік тұратын болады. Осылайша Харон киелі орынға кірген сайын Израиль руларының аттарын жүрек тұсында жаратқан иенің алдында естелік ретінде алып жүрмек. Кеуде қалтаға нұр және кемелділік деген қасиетті жеребелерді салып қой. Харон жаратқан иенің алдына барған сайын, олар да Харонның жүрек тұсында болмақ. Сонда Харон Израильдің үрім бұтағына жаратқан иенің шешімдерін білдіретін сол құралдарды әрқашан жүрек тұсында жаратқан иенің алдында алып жүретін болады. Жеңсіз сырт киімнің ішінен киетін бір түсті қою күлгін сырт көйлек дайындат. Оның жоғарғы жағында бас сиятындай ойығы болсын. Ал тарқатылып кетпеу үшін ойықты айналдыра жаға іспетті қаптама тоқылсын. Көйлектің етегін айналдыра қою күлгін, күрең қызыл, алқызыл түсті жүн жіптерден тоқылып жасалған анар жемістері және солардың араларында кішкене алтын қоңыраушалар кезекпен ілініп тұрсын. Харон қызметін атқарғанда осы сырт көйлекті киіп жүруге тиіс. Ол жаратқан иенің алдына барып, киелі орынға кіріп шыққан кезде өліп қалмау үшін қоңыраушалардың сыңғыры естілуі қажет. Саф алтыннан кішкене тақташа жасатып, бетіне жаратқан иеге бағышталған деп мөр жасайтын зергер мәнерімен ойып жаздырды. Алтын тақташаны қою күлгін баумен алдыңғы жағынан сәлдеге бекіттір. Харон Израильдің үрім бұтағының Құдайға бағыштаған барлық құрбандықтарының, сый тартулары мен қызметтерінің мінсіз еместігінің кінәсін өз мойнына алу үшін осы алтын тақташа оның маңдайына тағылып жүруге тиіс. Осылай сол құрбандықтар, сый тартулар және қызметтер жаратқан иеге ұнамды болады. Сәлде бәтестен, ұзын көйлек бедерлі бәтестен тігіліп, жалпақ белбеу кестеленіп тоқылсын. Қадір құрметпен сән салтанат көрсету үшін Харонның ұлдарына да ұзын көйлек, белбеу мен бас киімнен дайындат. Осы киімдерді ағаң Харонға және оның ұлдарына кигізіп, оларға май жағу рәсімін орында. Діни қызметкерлерім болу үшін оларды маған бағыштап тағайында. Тәндерін белінен тізесіне дейін жабу үшін бәтес шалбар дайындат. Харон мен оның ұлдары киелі орында қызмет ету үшін кездесу шатырына кіріп, не құрбандық үстеліне жақындап барған сайын, осындай киімдерді киіп жүруге тиіс. Олай етпесе, олар кінәлі болып өлім құшады. Бұл Харонға және оның келер ұрпақтарына арналған тұрақты ереже.